Баршаңызға сәлем, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Жалпы бүгінгі сабақта мен сіздерге өздеріңіздің жұмыс жасайтын кабинеттеріңізбен таныстыратын боламын. Негізінде Каспий магазинге товарларды сатылымға шығару, ол жақтағы барлық дүниелерді контрольді жасау, бұл бізде кабинет Каспий продавца деген дүние бар. Қазір мен сіздерге соны көрсететін боламын. Ол үшін бізге ноутбук қажет болады, өйткені товарды сатылымға шығаратын болсақ та, басқа жағы болсақ та, біздің основном 80% жұмысымыз ноутбукпен өтетін болады. Ол үшін кәдімгі Google-ға Каспий кабинет продавца деп жазатын боламыз. Так, Каспий кабинет продавца, осы жерде басып кіретін боласыздар. Мына жерде менде бірден кіріп кетті, бірақ та қазір мен сіздерге шығып, қайттан кіріп көрсететін боламын. Қараңыздар, сіздер осындай кабинет продавцаға кірген кездерде осындай бет шығады. Бұл жерде телефонмен бірінші кіріп аласыздар, екінші емейлмен кіру үшін өздеріңізді продавца етіп добавить етесіздер. Пользователь, яғни менеджер қылып добавить етесіз. Сіздер сол кезде тек қана gmail.com-мен кіріп кете беретіндей боласыздар. Қазір мен өзімнің gmail.com-мен кіріп кете беремін. Так. Неке бұл бізде жаңа аккаунт, кішігірім жаңадан ашылған магазин, именно украшение категориясы бұл жақта ашық. Ал енді қазір мен сіздерге өзімнің қандай зат сатып жатқанымды көрсетпестен алдын кішігірім дәл осы кабинетті сіздерге таныстырғым келіп отыр. Ең бірінші жоғарыдан бастаймын Каспий гидтен. Неге Каспий гидтен бастаймын? Өйткені бұл Каспий магазиннің өзіне жараса правилалары болады. Сіздер сол правилалардың барлығын міндетті түрде оқып шығу керексіздер. Өйткені ертең бір күн бір қателікті жасап қалған кезде бізде барлық шарттар осы Каспий гидте болатын. Сіз неге соны оқымадыңыз деп сіздің өзіңізге жабатын болады. Қандай да бір жағдай болса егер. Сол үшін дәл осы Каспий гидті толығымен оқып шығуларыңыз керек болады. Зато сіздер шартпен жұмыс жасайсыздар. Алдағы уақытта қиындық болса, плюс өздеріңіз жаққа шығатын болады. Және де мынаны айтпасам да болады. Егер де қандай сұрақтарыңыз болса, дәл осы 23-23-ге Каспий Pay'дің центрына звондайсыздар. Осы жерде барлық сұрақтарыңызды сөйлесіп алсаңыздар болады. ID бұл жерде сіздердің кабинеттеріңіздің ID, мына жерде тілді өзгертуге болады. Мына жер шығу, кіру деген сияқты темалар. Енді сол жақ бетте қарайтын болсақ, жалпы бұл жақта 3 раздел болады. Заказы бөлімі болады, товары бөлімі болады и қалғандары. Яғни основной бұл жерде рейтинг, качество, доля отмена, настройка деген сияқты темалар. Енді заказы бөліміне келетін болсақ, бұл жерде сіздерге түскен заказдарыңыз каждый разделға бөлінеді. Яғни предзаказ болса предзаказға түседі, в наличии болса упаковкаға түседі, егер самовывоз болса самовывозға түседі, қалаңызға, өзіңіздің қалаңызға түскен болса өзіңіздің қалаңызға майя доставкаға түсетін болады. Ал енді бірінші тұрған новые деген тема бұл қазір жұмыс жасап тұрған жоқ. Бұл жерге қазір ештеңе түспейді. Бастапқыда біздер Каспийді бастаған кезде біздің заказдарымыз осы жерге түсетін. Және де бұл жерге түскеннен кейін небәрі 3 сағаттың ішінде заказды қабылдап үлгермесек, заказ отмена болып кететін. Каспий қазір сондай шартын алып тастады. Заказ түссе бірден упаковкаға, самовывозға, либо майя доставкаға, либо болса Каспий доставка болса предзаказ упаковкаға түсетін қылып қойған. Ондай жасағаны өте жақсы болды. Өйткені бір кезде қарап үлгермейсің, бір кезде қарап үлгересің. Ал қазір бізге осындай кереметтей бір жағдайда жасап беріп отыр. Түсінгендеріңіздей, мына жерде самовывозға түссе, сіздің сатып отырған точкаңызға келіп алып кете алады. Егер майя доставкаға түссе, сіз өзіңіз сол қалаңызға клиентке алып барып бересіз затыны. Каспий доставкаға түсетін болса, ол жерде упаковка жасау арқылы складқа апарып беретін боласыз. Ал енді қараңыздар, мына жерде не подписаны деген тема бар. Если сізге клиент заказ беріп қалса, заказы осы жерге түсіп қалса, сіз клиентке ескерту керексіз.
мына жерде мысалы не подписанный басқан кезде толық там номер заказа болады, покупательдің толық данные болады, иә. Үстін басып, номер заказың үстін басатын болсаңыз, клиенттің телефон номері барлығы шығатын болады, соған хабарласып айту керексіз, то что ханым, мен сәлеметсіз бе, Каспий магазинінен хабарласып тұрмын, сіз біздің магазинге осындай затқа заказ берген екенсіз, бірақ та сіздің заказыңызда қол қойылу керек болып тұр екен. Өтініш 49-ға звондап біліңіз, яғни қандай мәселе, не үшін заказ до конца бармай тұр екен, осы мәселені шешкен жағдайда біз сіздің заказыңызды қабылдап отправка жасай аламыз деп ескертесіз. Және де клиент Каспийге звондап мәселені шешетін болса, ол заказыңыз сізге қабылданады деген сөз. Ал енді қараңыздар, предзаказ, упаковка, передача, передана на доставку, отменены предоставки деген дүниелер. Предзаказ бен упаковканы айттым. Енді бұл жерде передача деген дүние сіздің заказыңызды жалпы упаковкасын жасап, клиентке складқа жеткізу үшін оны распечат накладные, все накладные дегенді басу арқылы накладнойды шығару арқылы сіз оны упаковка жасап складқа апарып бере аласыз. Сол кезде ол неге доставка кетті деп айтылады. Ал енді отмененные предоставки дегеніміз не? Отмененные предоставки дегеніміз бұл доставка кезінде отказ болған заттардың тізімі тұратын раздел. Бұл жерде жалпы отмен зат доставка үстінде отмена болмас үшін өзінің бір жолдары бар. Жалпы айтып өтетін болсам, затыңыздың доставка үстінде отмена болмасы үшін сіздің жасайтын әрекеттеріңіз бар. Біріншіден, сізге заказ түскен кезіңізде, ол мейлі мелочь болсын, ол мейлі қымбат зат болсын, арзан зат болсын, пайдасы аз болсын, көп болсын, каждый заказдарыңызға сіздер внимание бере алыңыздар. Өйткені отменаңыз қаншалықты көп болса, магазиніңіздің качествосы түсіп, магазиніңізден айырылып қалу мүмкіндігіңіз бар. Егер сізге заказ түсетін болса, клиенттің WhatsApp-ына шығып, хабарласып, товардың фотосын жіберіп, заказ бергенін ескертіп, отмена жасап қалмайсыз ба, нақты заказ ба деп уточнить етіп алыңыздар. Если клиент подтверждение жасаса, то что отказ жасамаймын, заказымды жіберіңіз деп айтатын болса, ғана сіздер заказды жіберіңіздер. Және де ешқашан клиентке звондамаңыздар, мейлінше WhatsApp-на шығыңыздар. Егер WhatsApp-ы болмаса, онда звонокпен сөйлесіңіздер. Звонокпен сөйлескен кезде де сіздер жаңағыдай диктофонды қосып қойып сөйлесеңіздер өздеріңіз үшін жақсы, өйткені бұл жерде әртүрлі жағдай болуы әбден мүмкін. Ертең күні мысалы спортқа кетіп қалатын болса, возвратқа кетіп қалатын жағдай болса, ол кезде ол нәрсе сіздер үшін дәлел болады, то что Каспиймен спортласқан кездеріңізде. Спор не? Қазір айтып өтетін боламын. Спор жалпы бұл возвратта кездесетін дүние, зат клиенттің қолына жетеді, ол затты ашып қойып, жасап, істетіп қою мүмкін, ұнамай қалды деп отказ жасауы мүмкін. Білесіздер, Каспийде 14 күннің ішінде отказ жасауға болады, бірақ та ол затты қолданып қойса, отказ жасай алмайды. Возвраты деген тема бұл жерде екі жолмен болуы мүмкін. Біріншісі сіздің ошибкаңызбен, яғни клиенттің салынатын товарына басқа товар салып жіберіп, сіз возврат алуыңыз мүмкін. Екіншісі клиентке ұнамай қалуы мүмкін. Либо болмаса клиент басқа қалада болуы мүмкін. Жалпы осындай себептермен возвраттар болып жатады. Ал енді мына жерде айтып өтетін болсам, возврат новый заявкаға келіп түскен жағдайда, егер сіз ашып қарайсыз ол возвратты, фотосын қарайсыз, егер затты ашып қолданып қойған болса, сіз ол затты қабылдамауға ақыңыз бар. Неге? Өйткені сіз упаковкасы бұзылған затты екінші рет қайтадан сата алмайсыз. Сондықтан да егер зат упаковкадан ашылып қойған болса, сіз ол затты қабылдамауға ақыңыз бар, және де спорға лақтыра аласыз. Спор мен қабылдамаймын, отмен возвратты басасыз, и все, ол спорға кетеді. Және де осы жерде менеджер связға шығып, экспертиза жасайды, және де кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, соны клиенттің тарапына не болмаса сіздің тарапыңызға решениені шығарып, заявканы жауап береді. Сол кезде мен айтқан бағанағы дүниелер осы моментте керек болады. Яғни, либо клиентпен мейлінше WhatsApp-та сөйлесуге тырысыңыздар, что мен осы затты қаладыңыз, міне осындай фото, мен осы затты отправка жасайын деп жатырмын, бола ма деген сияқты. Если клиент сол жерде болады деген темасы болса, и алғаннан кейін возврат жасап тұрса, сол сіздердің дәлелдеріңіз болады.
споринг кезінде сіздер ұтып шығуларыңызға мүмкіндік болады. Ал енді возвраттың мынандай бір түрі бар. Ол қандай түрі десеңіздер, зат клиенттің қолына сынып, не болмаса бүлініп барған жағдайда клиент оны возврат жасайды. Ондай жағдайда сіз возвратты қабылдамауға да, қабылдауға да құқығыңыз бар, бірақ та мейлінше бұл ситуацияны басқа жаққа аударуға болады, ол Каспиге. Неге? Өйткені сіз ақымақ емессіз ғой, сынып тұрған затты клиентке салып жіберуге. Өйткені ол затты сіз упаковка жасадыңыз, әдемі затты салдыңыз, бұл доставка үстінде бүлініп клиентке қолына жеткен зат. Сондықтан да сіз клиент Каспиге шығасыз бұл тұрғыда, менің затым осындай клиентке сынып барған, бұл доставка үстінде болған дүние, маған возврат жасап беріңіздер. Клиентіме де возврат жасап беріңіздер, менің товарымның ақшасын да возврат жасап беріңіздер дейтін болсаңыздар, ондай жағдайда сіздерге жалпы Каспи магазиндеріңізге форма жібереді, сол форманы толтырасыздар, и сол форманы толтырғаннан кейін уже сіздерге де клиенттеріңізге де ақшаларыңыз возврат болатын болады. Мінекей, заказы бөлімінде біз осындай мәселелерді түсіндік. Мен сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер де қандай да бір жерін түсінбей жатқан болсаңыздар, кураторға байланысқа шықсаңыздар болады, кері байланыс жасайды. Ал енді товары деген бөлім бар. Бұл жерде управление товарами, загрузить прайс-лист, история загрузки, нераспроизводные товары. Жалпы бұл жерде біз товарларымызды сатылымға шығара аламыз екі түрлі жолмен. Екі түрлі жолмен де сатылымға шығарсақ та, ол жолмен сатылымға шыққан товарларымыздың барлығы в наличии болады. Яғни қолымызда жоқ болса да, ол в наличии болып шығады. Потом мен сіздерге оны қалай предзаказ жасау керектігін осы сабақтан кейінгі сабақта айтатын боламын. Ал енді управление товарамидың үстін басатын болсақ, бұл жерде жалпы біздің Каспи магазинде сатылымда тұрған товарларымыз, добавить товарды басу арқылы біз Каспи магазинімізге товарларды сатылымға шығара аламыз. Сатылымға шығарудың бұл жерде екі жолы бар деп айттым. Біріншісі, мой товар уже есть на Каспи KZ, ал екіншісі новый товар вручную. Яғни сіз бірінші жолмен Каспиде уже сатылымда тұрған товарды сатылымға шығара аласыз. Екіншісі, Каспиде мүлде жоқ товарды сіз өзіңіз сатылымға шығара аласыз. Және де бұл товарды сатылымға шығару сабағымыз келесі осы сабақтан кейінгі сабақтан. Загрузить прайс-лист, жалпы бұл жерде предзаказ, но біз бұл жолмен предзаказды салмаймыз, өйткені бұл жол бізге невыгодно, уақытты көп алады. Ал нераспроизводные товары дегеніміз, жалпы бұл жерде сіздің товарыңыз сатылымға шықты ма, шықпай қалса, не себепті шықпай қалды, оны изменить ету керек па, өшіріп тастаған болса, не себепті өшіріп тастады, осы жақтан контроль жасап отыра аласыздар. Ал қалғандары дегеніміз контроль качества, магазиннің рейтингі, одан кейін барып доля отмена деген бар. Жалпы осы жерде айтып өтетін дүние качество бойынша магазиннің рейтингі және де доля отменасы. Осы екі дүние сіздердің магазиндеріңіздің өркендеуіне де, өшуіне де тікелей әсері бар. Неге? Сіздерде рейтинг егер 3-5-тен төмен болатын болса, магазин жабылады. Ал егерде доля отменаларыңыз 5-тен немесе 5-тен жоғары болса, магазиндеріңіз жабылады. Сондықтан да бұл дүниенің болмасы үшін сіздер қадағалау керек 3 дүние бар. Ол біріншіден заказың көбірек отмена болмауы, екіншіден өзіңіздің тарапыңыздан ешқашанда отмена баспауыңыз, үшіншіден возвратидің болмауы. Осы 3 нәрсе тікелей сіздердің качестволарыңызға әсерін тигізетін болады. Ал енді қараңыздар, бұл жерде пользователь деген бар и настройка Каспи маркетинг. Настройканы басып өтетін болсақ, бұл жақта сіздердің кабинеттеріңіздің, складтарыңыздың, жұмыс жасайтын уақыттарыңыздың, тіпті демалатын уақыттарыңызға дейін настройкаларын жасауға болады. Жалпы бұл жерде склад и магазин, бұл жерде сіздер 5 складқа дейін добавить ете аласыздар, яғни 5 қаланың складын добавить етулеріңізге болады. Каспи доставка 5 қалаға да қосуға болады, Майя доставка қосуға да болады, және расписание праздник. Мысалы, сіздің дүкеніңіз бар болуы мүмкін, ол бірінші күн мүлде ашылмау болуы мүмкін. Сол кезде осы жақта сіз белгілеп қойсаңыз болады. Ал Каспи маркетинг бұл бізде келесі сабақ.
осы сабақтан кейінгі сабақта каспи маркетинг жайлы айтатын боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.